Еліміздегі алғашқы репродуктивті орталықтың құрылғанына 30 жыл. Сол уақыттан бері тек бір ғана ИРМ клиникасында 30 мыңнан астам сәби дүниеге келген екен. Қазір орталық халықаралық деңгейдегі ғылыми зерттеу институтына айналған. Мұнда әйелдер мен ерлер бедеулігі емделіп, микрохирургиялық әдістер қолданылады, генетикалық диагностика жүргізіледі. Бүгін орталық мамандары мерейтойға орай армандар орындалады атты көрме ұйымдастырып, жетістіктерімен бөлісті. Алматы қаласының тұрғыны Ақмарал Мажираева эко бағдарламасымен перзент сүйген аналардың бірі. Осыдан 4 жыл бұрын іңгәлаған сәби дауысын есту үшін IRM клиникке келіп, жасанды ұрықтандыру жасатқан. Бүгінде бір ұл, 2 қызы бар. 38 жастағы келіншек келер жылы дәл осы әдісті тағы да байқап көрмек. Бірінші менде лапароскопия болды. Бір жыл көрдік, наблюдать етіп. Болмағаннан кейін экоға бардым. Бірақ порталға қойды, кезегімді күтпей, платный жасаттым. Сразу 2 эмбрион салды, екеуде нетті. Екеуде қонды, прижицетті. Сөйтіп 2 қыздарым болды. Енді 1 эмбрионым бар. Қалалық адам репродукция орталығы 1987 жылы құрылған. Бүгінде орталық сан мыңдаған отбасына ата-ана болу бақытын сыйлады. Бұл ретте бар күш қуаты мен қабілетін бедеулікке қарсы күреске арнаған медицина мамандарының еңбегі зор. Онымен қоса клиника заманауи медициналық жабдықтармен қамтылған. Сәйкесінше жыл сайын 35-тен астам елден емделушілер келеді. Азияда жалпы ең бірінші орталық осы біздің орталық. Бізге қазір шет елдің жан-жағынан келеді. Қырғызстан, Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстанды айтпағанда енді Россия, Украина және алыс Европаларында, Америкадан да бәр жақтан, Канададан бәрінен келіп, қазір бізде үлкен медициналық туризм деп айтсақ болады. Репродуктивтік медицина институты еліміздегі жетекші орталықтардың бірі. Алматы, Астана және Шымкент қалаларындағы филиалда 500-ден астам білікті мамандар еңбек етеді. Мамандардың сөзінше, елдегі әр 6-шы отбасы бедеулік мәселесіне тап болады. Сондықтан репродуктивтік медицина перзент исін аңсап жүрген жандарға үлкен мүмкіндік дейді. Диана Тұрлыбек, жақсылық тілеп берген, Алматы телеарнасы.